Сәлем достар, бүгін біз сіздермен тещин язык жасаймыз. Тещин языктың екі түрін көрсететін боламын. Ең алдымен баялдыны жақсылап жуып, оның керек емес екі жағындағы керек емес заттарын алып тастаймыз. Сөйтіп оны жұқа пластина қылып тураймыз. Неғұрлым жұқа туралса, соғұрлым әдемі, жақсы қызарып қуырылатын болады және әдемі көрінеді. Сол үшін жұқа қылып турау керек. Баялдының барлығын турап аламыз. Барлығын турап болған соң, оны чашкаға салып, оған су құямыз және тұз себеміз де, сөйтіп оны бір 10-15 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде баялдыны қуырып болған соң, одан қышқыл дәм шықпайтын болады. Енді біз қызанақты алып, оны кішкентай көбіктерге тураймыз. Жақсылап барлық қызанақтарды турап аламыз. Оған сарымсақтың 2 бөлшегін қосамыз, үккіштен өткізіп. Бұған енді майонез қосамыз. Майонезді көз мөлшермен салдым. Жақсылап барлығын біркелкі араластырып аламыз. Енді мен аскөкті алдым. Аскөктің орнына басқадай жасыл шөптерді қосса да болады. Осыны жақсылап ұсақтап тураймыз. Аскөкті қызанаққа салып, барлығын бірге қосып, жақсылап біркелкі араластырып аламыз. Енді бір жұмыртқаны алып, шанышқымен араластырып аламыз. Баялдыны қуырудың бірінші түрі, жаңағы дайын болған баялдыны осы жұмыртқаға салып, малып қуыратын боламыз. Баялдымыз дайын, міне суымыз осындай қоңыр түс болды. Енді біз оны төгіп, жаңағы баялдының барлығын мына салфетканың үстіне салып, оны құрғатып аламыз. Енді қызып тұрған сковородкамызға сұйық майды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Баялдыны қуырудың бірінші түрі, жаңағы баялдыны алып, мына жұмыртқаға
екі жағынан малып, оны жақсылап әдемілеп қызыл түс болғанша дейін қуырамыз. Газымыз қатты емес, орташа отта тұрғаны дұрыс, себебі баялды екі жағынан біркелкі қуырылады. Міне, жақсылап қуырып алдық. Енді біз бұны салфетканың үстіне салдым, себебі жаңағы баялдының артық майы осы салфетка сіңіріп алады. Сол кезде өте майлы болмайды. Енді жаңағы дайын қуырылған баялдымызға майонезді жұқа қылып жағамыз. Оған жаңағы қызанақтан жасалған қоспасын салып, осыдан рулет қып ораймыз. Міне, баялдыны қуырудың бірінші жолы осындай, өте әдемі, өте дәмді. Енді баялдыны қуырудың екінші түрі, ол жаңағы баялдының өзін, құр өзін сұйық майға қуырып аламыз, жақсылап қызартып қуырамыз орташа отта. Жаңағы сияқты қуырылған баялдының майын салфеткаға сорғытып аламыз, сөйтіп жаңағы қоспамыздан саламыз. Сөйтіп бұны рулет қып ораймыз. Осы баялдыны қуырудың екі түрі де өте дәмді. Және біздің столымызда өте әдемі көрінеді. Өте дәмді және тез дайындалатын тағам. Баялдының үстін мен безендіру үшін майонезді жұқа қылып сеуіп шықтым. Бальзамический уксусты да қосса болады. Ол барлық супермаркеттерде сатылады. Дәмі өте дәмді болады. Достар, міне осы тещин языктың екі түрлі жолын көрсеттім сіздерге. Менің каналыма жазылып қойыңыздар және лайк басып қойыңыздар. Комментарийге баялдының қай түрі ұнағанын жазып кетсеңіздер болады.